Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай сүзбеден жасалатын бәліш пісіретін боламыз. Өте дәмді нәзік бәліштердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетуіңізді сұраймын. Ал бәлішті жасауға кірісеміз. Ең алдымен бөлме температурасындағы 100 грамм жұмсақ сары май қажет болады. Оған 50 грамм қантты өлшеп қосамыз. Венчик болса, венчиктің көмегімен араластырған ыңғайлы. Бір жұмыртқа қосамыз. Екі 220 грамм ұнды өлшеп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп аласыздар. Одан кейін қамыр қопсытқышты 1 шай қасық қосамыз. Қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ етіп қамыр елейміз. Ұнды аз-аздан қосып отырыңыздар, өйткені қамыры қатты болып кетпеу керек, жұмсақ, нәзік қамыр шығу керек. Қамырымызды енді тоңазытқышқа 10 минутқа қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбе, оған қаймақ қосамыз. Қанша мөлшерде қосу керек, описание бөлімінде қалдырамын. Және де экраннан да көре аласыздар. Үстінен қантты қосып, бір жұмыртқа қосып, жүгері крахмалын 1,5-2 қасық қоса берсеңіздер болады. Блендердің көмегімен осылай араластырып алдық біркелкі етіп. Блендер болмаса, онда венчиктің көмегімен араластыра беруге болады. Қамырды тоңазытқыштан алып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды осылай формамызға орналастырамыз. Біркелкі болса әдемі болып шығады пирогымыз. Бортиктерін осылай тегістеп аламыз қолдың көмегімен. Қамыры көтеріліп кетпеу үшін жоғары қарай, сол үшін шанышқының көмегімен осылай тескілеп шығамыз. Салмамызды, яғни начинкамызды осылай құямыз. Кішкене қамыр алып қалған болатынмын, содан енді бәлішіміздің, яғни пирогымыздың бетін әрлейтін боламыз. Кез келген формамен әрлей беруге болады, сәндеуге. Сізде қандай форма бар, соның көмегімен үлкен болсын, кіші болсын, өзіңізге ұнаған формамен жасай беруге болады сәндеуге. Мен осындай кішкентай домалақша етіп жасап сәндедім. Осы кезде духовкаларыңызды қыздырып қоя берсеңіздер болады. 180 градуста тура 40 минут пісіріп алдым.
Міне пирогымыз пісіп шықты. Енді бөлме температурасында 2 сағат суытып, одан кейін тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Сонда пирог өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Мен сүзбелі пирогтардың көп рецептісін қолдандым. Ең сәттісі осы болды. Өте дәмді, барлықтарына, үлкендерге де, балаларға да қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарап тамашалағаныңыз үшін рахмет.